Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен мен Thekulumbet OKCOIN крипто биржасы биткоин тегін таратып жатыр. Мен бұл ақпаратты шыны керек осыдан 2 ай бұрын шығарған болатынмын, YouTube арнамда тұр 2 ай бұрын. Онымен қоса өзімнің Telegram арнамда бұл жайлы посттар бар. Қазір сізге көрсетіп жіберейін. Telegram арнама кіріп, мен закрепленный бөлімге басамын. Міне OKCOIN крипто $50 за регистрацию үстен басқан кезде сіздерді осы пост қаударады. Мына жақта барлығы пошагово жазылған. OKCOIN крипто биржасына регистрация жасайсыздар сілтеме арқылы. Себебі сілтеме арқылы жақта бонус береді. Прямо OKCOIN крипто биржасының өзіне кірсеңіздер болады, бірақ онда бонус сіздерге уже бермейді. Сілтеме арқылы өтесіздер, одан кейін обязательно карта арқылы толтырамыз. Ақшамызды там $106-105, себебі комиссия там болуы мүмкін, сол себепті правила бойынша $100 толтыру керек. Мен просто страховка ретінде $106 жазып қойдым. Одан кейін сіздерге бірнеше күннен кейін, той сіздер $106 толтырдыңыздар и 1-2 күн күтесіздер, баланстан шығармайсыздар еш нәрсе. Потом сіздерге $50 биткоинмен түседі. Биткоинмен түседі и все, сіздер өздеріңіздің салған ақшаларыңызды, там $100 салдыңыздар ғой, соны шығарып алсаңыздар болады. Онымен қоса бұндай схема менде Telegram арнамда Celsius деген бар, ол жақта $400 саласыздар. Бонусқа байланысты там $90-100 алсаңыздар болады. Тоже оның сілтемелері менде Telegram арнамда бар. Там егер бонустар ескіріп қалатын болса, маған жазсаңыздар болады, мен іздестіріп қарастырып көремін. Бірақ за регистрацию уже сразу $50 бонус аласыздар. Сол себепті бұндай схема криптовалюта саласында өте көп. Мен солардың барлығын әрине зерттеп, тексеріп, өз ақшамен тексеремін. Егер реально төлеп жатса, онда мен уже өзімнің Telegram арнама, YouTube арнама салып отырамын. Міне қазіргі уақытта бізде OKCOIN крипто биржасы ақша таратып жатыр. Онымен қоса мияқта бір адам уже ақша толтырып, бір адам уже регистрация жасап өзінің биткоин алған болады. Міне 0.01 биткоин алды уже бір адам. Бұл жерде биткоин алу үшін әрине регистрация, верификация өту керек. Мына уровень деген бар, бір деген болмайды. То есть бонус алу үшін сіздерге қазір көрсетіп жіберейін. Мына екінші уровеньдер бар ма екен? Міне екінші уровень болу керек. Міне екінші уровень алдыңыздар. Мына регистрация, верификация өтіп, Qs деген мына верификация деген сөз, level. Бірақ мына паспорт керек. Себебі удостоверение мен кодын бәрі айтқан өте алмадық деп. Сол себепті паспортпен көріңіздер. Әрине удостоверениемен болатын шығар, бірақ көбісі өте алмадық деген секілді маған жазған болатын. Сол себепті сіздер болашақта криптовалюта саласында жұмыс жасайтын болсаңыздар, онда қазірден бастап паспорт заказ беріп қойыңыздар. Себебі болашақта паспорттың бағасы одан сайын өсуі мүмкін. Міне мына оқырманым екінші уровеньді алды и $100 салған, $100-ға өзінің бонусын алды. $50. Міне осылай примерно жүзеге асады. Онымен қоса бұл жерде лайфхак бар. Егер сіздер мысалы $50 алдыңыздар бонуспен, менде мысалы $50 өзімнің бонус алғам, мен басқа адамның атынан тіркелдім, маған $50 болды, бонус берді. И мен басқа адамды шақырдым, маған тағы $50 бонус берді. Қазір баға құлап жатқасын, бізде $91 болып қалды. Бұның алдында менде там $130-150 шейін көтерілген. То есть баға прямой эфирде көтеріліп түсіп отырады. Онымен қоса мен бұл жерде өзімнің биткоиндарымды лайткоин сатылған болатын. Себебі биткоиндер нормально бар, ал лайткоин менде жоқ. Сол себепті осы бонустарды мен лайткоинға аудардым. Бұны кез келген валютаға аударсаңыздар болады, айырмашылық жоқ. Сіздер мысалы $50 биткоинмен алдыңыздар, одан кейін оны сіздер биткоин маған керек жоқ, маған басқа валюта керек десеңіздер, онда без проблем. Мынау жақта бізде трансфер деген бар. Трансферді басасыздар. Мен қазір сөреге басайын. Мен трансферді басамыз. И мына жақта бізде фандинг аккаунттан трейдинг аккаунтқа аудару керек. То есть трейдинг дегеніміз алып сату деген білдіреді. Потом мына жақта сіздер сумманы толық жазасыздар. Мына жақта жазылу керек. Менде қазір биткоин жоқ, сол жазбаймын. Жазып мына жақта айырбастайсыздар. Тосыба қатты қиындау жоқ. Просто бақындап түсініп алсаңыздар. Менде қазір баланста просто болмай тұрғаннан кейін міне биткоин таңдаймыз. Мен биткоин аударамын деп жазасыздар. И потом барып мына жақта is деген, from деген, is деген сөз. Осы аккаунттан to деген осы аккаунтқа аударамыз. Мына жақта суммасын жазамыз. Мысалы қандай биткоин керек, менде 0 биткоин болып тұр, сол жерде мен жазылмай тұр. И потом в принципе трансферді басасыздар. Мына жақта кнопка ашылады, трансфер и все. Потом барып сіздер мына жақта трейдингке кіресіздер. И мына жақта сіздер уже міне көрдіңіздер, менде лайткоин сатып алған болатынмын. Сіздерде графикалар ашылады. Қазір бізде графика нелері қайда? Міне биткоинді сіздер кез келген неге сатылсаңыздар болады. Биткоинді USD-ға сатасыздар, либо USD-ны алып лайткоин аласыздар, либо USD-ға эфириум алсаңыздар болады, DOT алсаңыздар болады. Ол жақта айырмашылық жоқ. Бірақ біліп отырыңыздар, что биткоинді сіздер тегін аласыздар. Онымен қоса ол алған биткоиндарыңызды, бонустарыңызды сіздер басқа валютаға айырбастасаңыздар болады. Міне мына кез келген валютаға айырбастап, бір-бірімен айырбастап қойсаңыздар болады. Бірақ бонустарыңызды 6 айдан кейін ғана шығара аласыздар. Сразу шығара алмайсыздар. Но баланстың ішінде былай обмен жасап қойсаңыздар, дайындап қойсаңыздар болады. Себебі мен неге лайткоин алдым? Себебі біріншіден вывод кезінде комиссия азырақ болады. Онымен қоса менде лайткоин менде жоқ. Себебі биткоин менде бар, ал лайткоин жоқ. Сол себепті мен тегін лайткоин неге алмасқа деп
өзіме лайткоин алып қойдым. Міне сіздерге осылай. Бүкіл схема былай айтқанда Телеграмда тұр, просто пошагово орындап шығасыздар и бонус аласыздар. Мына жерде бізде ақша толтыру бай крипто арқылы болады. Бай криптоны басасыздар, то есть регистрация, верификация барын өтіп болғаннан кейін. Потом мына жаққа 106 жазасыздар, либо 105. Лучше 105-тен көбірек болса болды. Енді баста ровно 100 болмаса болды. Себебі комиссияға біраз алынады. Потом барып, мына жақта review order деген басасыздар. Бұдан кейін мына жақта өздеріңіздің карталарыңыздың данын жазасыз. Міне картаның данные жазылып тұр. Міне payment method деп тұр. Картаның алды атын жазасыздар и все, в принципе, там ордерге басасыздар и ары қарай там SMS келеді, не болады, там уже карталарыңыздан ақша алынады. Кейде болуы мүмкін бір картадан алынбай жатса, онда екінші картаны тексеріп көріңіздер, там Каспий банк бар, Халық банк. Мен өзім шыны керек, бұл криптовалюта саласын жүргендіктен сразу 4-5 картамен жұмыс жасаймын. Там Каспийда бар, Халықта бар, Хомкредит банкте бар, Сбербанкте бар. Себебі кейде болып қалуы мүмкін, бір карта там дұрыс істемей қалуы мүмкін, немесе там какой-то бір ошибка туғызуы мүмкін. Соған орай мен осы әртүрлі схемаларды қолдану барысында уже опыт жинап алғанмын. Сол себепті әртүрлі картамен қолданамын және паспорт барлығын заказ беріп қоямын. Короче, менде полный комплектация бар. Сол себепті осы схеманы қолдансаңыздар болады. Қазірде сіздер $50 алсаңыздар болады. Әрине, қосымша сұрақтар сіздер туындайды, оны білемін. Сол себепті менің Telegram арнама кіріп, сол жақтан кез келген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Менде YouTube арнамда барлық ақпаратта тегін тұр. Просто YouTube-қа кіресіздер, керекті ақпараттарыңызды қарайсыздар. Алдағы уақытта airdrop, testnet, стейкинг, фарминг деген секілді темалар көптеп шығады. Сол себепті осы видеоға тіркеліңіздер. Сіздермен болған Зекулумбет, келесі жүздескенше сау сәлеметте. Чеке-пау.